Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша жыл бойы өткенді қайталау тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 131-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Дескрипторы сөйлем мүшелері туралы білетінімізді еске түсіреміз. Сөйлемнің бірыңғай мүшелерін ажыратамыз. Ендеше сөйлем мүшелері дегеніміз не? Еске түсірейік. Сөйлем мүшелері дегеніміз сөйлем құрауға қатысқан толық мағыналы, белгілі бір сұраққа жауап беретін және сөйлемдегі басқа сөздермен байланысып тұратын сөздерді айтамыз. Ендеше оқулығымыздың 128-ші бетіндегі 59-ші жаттығуға назар аударыңдар. Кестені толтыр. Сөйлем мүшелері нешеге бөлінеді? Және сөйлем мүшелері туралы айт, мысал келтір. 60-шы жаттығу. Мәтелді оқып, жатқа жаз. Сағынған ер елін аңсайды. Сары ала қаз көлін аңсайды. Сөйлем мүшесіне талда. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет. Үй тапсырмасы. 61-ші жаттығу. Оқулығымыздың 128-ші бетінде. Ребусты шеш. Сонан соң ана сөзімен екі сөйлем құрап жаз. Ол сөз бірінде бастауыш, екіншісінде баяндауыш болсын. Және бір сөздің екі сөйлемде екі түрлі сөйлем мүшесінің қызметін атқару себебін түсіндір. Екіншісі, сөйлемде сызықшаның қойылуы себебін түсіндір. Осы тапсырмалар бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.